Саламатсыздар оқушылар. Бүгін біз электролиз тақырыбын өтеміз. Сонымен кейбір ерітінділер мен балқымалар электр тоғын өткізеді. Себебі неде? Қалай білесіңдер? Жалпы электр тоғы немен тасымалданады? Жалпы электр тоғы өзі екі затпен тасымалданады. Оның бірі электрон бар, яғни бос электрон бар, ал екіншісі ерітінділердегі немесе балқымалардың ішіндегі иондармен, зарядталған иондармен электр тоғы тасымалданады екен. Мысалы, сіздер білетін үйдің ішінде жүргізген сымдар, олардың тоқ тасымалданады, дұрыс па? Яғни ол тоқтар сымнан, сым көбісі алюминийден тұрады немесе мыстан тұрады. Яғни сол мыстың құрамында не бар? Мыстың кристалдық тордың ішінде бос электрондар бар. Яғни сол бос электрондардың ағыны нәтижесінде электр тоғы тасымалданады екен. Және де андай сулы ерітінділерде, яғни олардың ішінде тұз болатын болса, тұзды ерітетін болса, тұзын суда еріген кезде сіздер білесіздер, электродиссонация теориясы бойынша иондарға ыдырайды. Иондарға ыдырағаннан кейін ол жерден тоқ тасымалданады екен. Егер біздің суымыз тап-таза, ішінде ешқандай иондар болмайтын болса, ол жерде не болады? Тоқ тасымалданбайды. Себебі ол жерде не жоқ? Иондар жоқ. Түсінікті, кеттік дальше. Келесі бізде электролиз. Электролиз дегеніміз не? Электролиз дегеніміз электролит ерітінділерімен балқымалары арқылы тұрақты тоқ жүргізгенде жүретін тотықсаны реакцияларын электролиз деп атаймыз. Электролиз арнайы құрылғыда жүргізіледі, оны біз не дейміз? Электролизер деп атайды екенбіз. Яғни белгілі бір мынандай бір не болады бізде? Мындай бір ыдыс болады. Электролизер дегенде осы жерде не болады? Мындай бір екі электрод болады. Екі электрод болады, олар көпіршімен жалғанады. Мысалы жерде лампа болатын болса, мына жақта не болады? Катод болады, мына жақта анод болады. Яғни мына жерде бізде аның ішінде мысалы ерітінді болатын болса, осы ерітіндінің ішінде не пайда болады? Суда ерігеннен кейін ол жерде иондармен тасымалданып, электр тоғы тасымалданады екен. Яғни осы құрылғыны не деп айтамыз? Электролизер деп атаймыз. Қазір біз осы туралы өтетін боламыз. Кеттік ары. Сонымен жаңа электролизердің ішінде не бар? Жаңа айтып өткендей не бар екен? Электродтар болады оның ішінде. Электродтар көміртектен болады немесе көміртек немесе графит деп айтады. Немесе платинадан жасалады екен. Олай болуы себебі олардың инертті болғандықтан олар осы электролизерді қолданылады екен. Сонымен ол жерде біздегі анод деген ұғым бар және катод деген ұғым бар. Ол жерде анод дегеніміз оң зарядты ион. Оған біз не тартылады? Оңға не тартылады? Минус тартылады. Яғни нелер тартылады болған? Аниондар тартылады, ал катодқа нелер? Катиондар тартылады. Себебі катодымыз минус, оған не плюс заттар тартылады. Кеттік ал. Сонымен сразу біз неге өтейік? Сабаққа өтетін болсақ. Мысалы, мынандай бір оқытуға мынандай бір сұрақ бересің. Калий хлоридінің балқымасын электролиз деген кезде анодта түзілетін зат және оның массасы. Бұл жерде ең бірінші сіздер мән беру керек, тұздың формуласынан мән беру керексіңдер. Яғни ол балқымасы деген сөзге мән беру керек, немесе бұл жерлерде кейбір жерлерде ерітінді деп тұрады. Яғни біз ерітінді немесе балқыма деген сөзге несеміз қарайды екенбіз сонда. Біреу кетті, яғни тұзға қараймыз, балқыма деген сөзге қараймыз, және де мына жерде анод деген сөзге қараймыз. Анод немесе катод деп тұрады. Енді осыны қарастырайық. Яғни 150 грамм калий хлоридінің балқымасына электролиз дегенде анодта түсірілетін зат және оның массасы дейді. Анодта қандай зат түсіретінін біз білмейміз, Сол жерде не істейміз? Осындай бір кесте жасадым. Осы кесте бойынша жаңағы есептерді шығару өте оңай екен. Сонымен шығарайық. Сонымен бағана біздің затымыз не болды? Калий хлориді не дедік? Балқымасы екен. Балқымасы деген зат берді. Балқымасы. Біздің бағана мына жерде тұрған металл X деп отырғанымыз, бұл металл дегеніміз, мына жерде тұрған
біздің калийіміз, ал X дегеніміз не? Қышыл қалдығы, яғни хлорид. Жазып болсын, металл, X. X дегеніміз хлорид, яғни қышыл қалдығы, металл дегеніміз не? Калий. Сонымен біз мына жерде балқыма деген сөзді көргендіктен қай жақпен жұмыс жасаймыз? Нар жағымен жұмыс жасаймыз. Яғни балқымасы арқылы берілсе, нар жақтан жұмыс жасаймыз. Яғни осы калий хлоридінің ішінде оттек бар ма, жоқ па? Оттек жоқ. Яғни не істейміз? Мынамен жұмыс жасаймыз. Қайсымен? Яғни балқымасы дегенге қарады. Яғни оттексіз болғанда нар реакциямен жазамыз. Сонымен калий хлориді қандай зат шығады? Калий хлоридінен тура натрий хлордың балқымасы сияқты электролизде заттар шығады екен. Натрий және калий және не шығады? Калий және бізде шығады хлор шығады, хлор газ шығады. Калий плюс не хлорид деген газ шығады. Теңестіреміз деген осындай. Әне бізде мына жерде қарасаңдар, мына жерде мен көкпен арнайы белгілеп қойдым мына жақта. Мына жақта қарасаңдар. Яғни көкпен белгіленгендер, яғни мынау затым көк болып тұр ғой, хлорымыз. Яғни ол бізде анодта түсіретін заттармен көкпен белгілеп қойдым. Ал қызылмен белгіленген заттарымыз ол менен катодтар бөлінетін заттар. Мынау натрилер не қызылмен белгіленеді. Сонымен катодта не бөлінеді деген? Калий бөлінеді мына затта. Ал анодта не бөлінеді деген? Хлор бөлінеді екен. Кеттік қарай. Бағана есептеген. Сонымен калий, хлор, электролиз дегенде калий және хлор екі деген зат шығады екен. Сонымен теңестіреміз, мына жерге қойымыз, мына жерге қойымыз. Сонымен катод, анодта бізде не шықты? Бағана көкпен белгіленген хлор шығады екен. Сонымен жазайық есепті. Сонымен 150 грамм калий хлориді берген бізде не табу керек? Анодта түзілген зат. Анодта түзілген затымыз бізде хлор болғанда, хлор X грамм массасында тұрады. Ал мына астына молярлық массасын жазамыз. Молярлық массасы бізде 149 болады. Ал хлордың молярлық массасы сұрағандықтан не болады? 71 болады. Сонымен пропорция былай шығарамыз. Сонымен X тең болады бізде, по-моему, 71-де 5 шығады. 71-де 5 және анодта түзілетін затымыз бізде не болды? Хлор газы. Сонымен жауабы қайсы болады екен? В болады екен. Кеттік ал, тағы бір сұрақ. Кеттік. Сонымен тағы біреуі натрий хлордың балқымасы. Әне дәл осылай біз бағана неге қараймыз? Бұл жерде натрийге қараймыз. Балқыма деген сөзге қараймыз. Дәл сабырға болып тұрмыз. Тура бағана сияқты не шығады екен бұл жерде? Яғни электролиз дегенде металл X-іміз бізде натрий хлорымыз. Оң жақпен жұмыс жасаймыз. Яғни балқымасы дегенде балқымасымен жұмыс жасаймыз. Оттексіз ба? Яғни оттексізбен жұмыс жасаймыз. Сонымен бізде натрий хлордың есі беріп тұр жерде саты. Уже сонымен жауап береміз есепті. Сонымен не шығады екен? Натрий хлор тең шығады натрий плюс хлор екі деген газ шығады. Теңестіреміз. Сонымен анодта бөлінген газ бөлінді дейді. Анодта 5-6 литр газ бөлінген дейді. 5-6 литр деген не? Анодта біз білеміз, бағана көкпен белгіленген. Ол не? Мынау біздің хлорымыз. Литр болғандықтан астында не болды? Литр болады. 22-4 литр. Ал бізде катодта бөлінген натрийдің массасы дейді. Натрийдің массасы X грамм. Асты қанша болады? 23-те 2 көбейтеміз, сонымен 46 болады. Сонымен пропорция шығады. Пропорция X тең болады, не болады? 11-де 5 грамм болады. Сонымен жауабы С болады екен. Кеттік қарай. Енді қараңдар, мына жерде мыс хлоридінің ерітіндісі дейді. Мыс хлоридінің не берген? Ерітіндісі дейді. Ерітіндісі. Енді қандай заттар катодта бөлінеді деп сұрақ қойып тұр мына жерде. Кеттік қарай. Жаңағы есепке қарайық. Сонымен бізде мына жерде не берілді? Мыстың ерітіндісі. Яғни қай жағымен жұмыс жасаймыз сонда? Мыстың ерітіндісі болғандықтан. Енді біз мына жерде қараймыз. Мыстың несі? Жазып қойып. Мыс хлоридінің ерітіндісі болғандықтан біз қай жағымен сол жақпен жұмыс жасаймыз. Себебі мына бізде ерітіндісі берілген. Заттың ішінде оттек бар ма, жоқ па? Оттегі жоқ. Ал енді оттегі жоқ болғандықтан мына жақпен жұмыс жасаймыз. Енді бұл жерде тағы не осы ерітіндісі сәл қиындау. Енді көпірімді біз қай жақтар жатыр соған қараймыз енді.
Енді бұл ерітінділерді үшке бөліп қарастырамыз, және оның үшін оттекті оттексіз деп бөліп қарастырамыз. Сонымен литий мен металлдардың электрохимиялық кернеу қаттарын қолданылады. Бұл жерде купрум қай жерде жатыр? Яғни үшіншісінде жатыр, үшіншісінде купрумнан аргентум бар. Яғни купрумнан аргентумға дегендіктен купрум не? Осы үшінші бөлікте жатыр. Үш бөлікке бөліп қоямыз, 2, 3. Үшінші бөлікте жатқандықтан осымен шығарамыз, мынамен шығарамыз. Дұрыс па? Мынамен шығарамыз. Сонымен бұл жерде купрумның оттексізі, мына жерде бізде уже затымыз беріп қойыпты. Купрум және не шығады деген? Купрум және купрум хлориді шығады деген. Купрум және мыс және хлор шығады екен. Енді есеп шығарайық әрі. Сонымен бізде катодта қандай заттар бөлінеді екен? Қарайық. Катодта біздің қызыл белгілегендіктен катодта не бөлінеді екен? Купрум ғана бөлінеді екен. Ал анодта не? Хлор бөлінеді. Біздің жерде катодта не бөлінеді деп сұрап тұр. Сондықтан біз уже білеміз, қызылмен белгіленген тек қана купрум болғандықтан жауабы не болады? Купрум болады. Жауабы А болады жерде. Келесі, кальций хлоридінің балқымасы дейді. Кальций хлоридінің балқымасы сөздерін қарайық. Электролиздегенде қандай заттар бөлінеді дейді. Кальций хлоридінің балқымасы. Қараймыз тағы. Қай жағымен жұмыс жасаймыз? Әрине, кальций хлоридінің балқымасы дегенде оң жақпен жұмыс жасаймыз мына жағымен. Сонымен оттегі бар ма жоқ? Оттегі жоқ, сондықтан мынандай заттар шығады. Жазып қойып, кальций хлор 2 шығады. Кальций плюс хлор 2 деген зат шығады деген. Сонымен электролиз деген кезде бізде кальций және хлор 2 деген катодта кальций, анодта хлор шығады деген. Соның жауабы не болады? С болады екен. Келесі сұрақта не берген бізде? Кальций хлоридінің ерітіндісі берілген. Енді бағана бізде балқымасы берілді, бізде ерітіндісі берілген. Электролиз кезінде қандай электродтар, кезінде электродтарда не түзіледі дейді. Не түзіледі кальций хлоридінің ерітіндісінен. Енді сіздер білесіздер, бұл жерде ерітіндісі болғандықтан сол жақпен жұмыс жасаймыз. Ерітіндісіне қарай, ерітіндісі оттегі бар ма жоқ? Оттегі жоқ. Кальций қайсысының ішінде жатыр? Бірдің ішінде ме, екінің ішінде ме, үштің ішінде ме? Яғни бірдің ішінде айтқандықтан мына жерде тұр, дұрыс па? Яғни бірмен шығарамыз, мынамен шығарамыз. Сонымен кальций хлоридінің ерітіндісінен не шығады екен? Кальций хлор 2 шығады, сонда кальций OH жақшының ішінде H2 және не шығады екен? Хлор 2 деген газ шығады екен. Сонымен жазып қойып соны. Кальций хлор 2 плюс H2O міндетті түрде. Не шығады екен? Кальций OH 2 H2 және не шығады? Хлор 2 деген газ шығады екен. Енді бағана жерге мән беріп қарасаңдар, мен белгілеп қойғанмын. Ол жерде қарасаңдар, катодта H2, анодта хлор 2 бөлінеді деген. H2, мына жерде хлор 2. Сонымен қарайық. Сонымен жерде бізде H2 бөлінді, катодта, анодта хлор 2 бөлінді. Сонымен жауабы қайсы болады? В жауабы болады екен. Кетін әрі қарай. Келесі, мыс сульфатының ерітіндісі электролиз деген кезде анодта мынандай бөлінді, катодта бөлінген мыстың массасы дейді. Кеттік әрі қарай, мыс сульфатының ерітіндісі болғандықтан біз немен шығарамыз? Оны ерітінді, яғни сол жақпен шығарамыз. Бізде сол жақпен шығарамыз. Көп қандай? Затымыз бізде купрум S4-тің ерітіндісі болғандықтан ерітіндіні шығарамыз. Оттегі бар ма жоқ? Оттегі бар, значит мына жақтан шығарамыз. Кеттік әрі.
Бұл жерде металды қараймыз. Металл бізде не? Копрум, яғни үшінші бөлікпен шығарамыз. Мына жермен шығарамыз. Үшінші бөлікте бізде шыққан металл шығады екен, оттек шығады және қышқыл шығады екен. Сонымен қандай қышқылдар шығады соны жазайық. Сонымен копрум SO4 H2O шығады, копрумның өзі O2 и H2SO4 шығады. Бізде дұрыс па? Мен H2 деп тұрмын ғой. XO дегеніміз не? SO4. Яғни сол жерде не шығады екен? H2SO4 деген зат шығады екен. Реакциямыз теңесіп тұр ма? Реакция мына жақта 5-еу, мына жақта 6 болып қалды. Сонымен теңесіп тұрған жоқ. Сонымен мына жерге мен 2 қойсам, мына жерге де 2 қою керек болады. Мен судың алдына не қоямыз сонда? 10 болды, 10. Теңесті сонда. Копрумға не қоямыз сонда? Теңеседегі. Сонымен не шықты? Бізде копрум SO4-тің ерітіндісінен шығады екен H2O, копрум H2 деген зат, O2 шығады, O2 и H2SO4 деген зат шықты бізде. Сонымен мына жерге 2 қойдық біз бағана, мына жерге 2 қойдық, мына жерге де 2 и мына жерге де 2 қойдық. Яғни сонымен айтып жатыр, мына жерде электролиз кезінде анодта O2-ден 350 мл бөлінеді екен. 350 мл. Яғни біз литрмен жазамыз, білесіздер, есеп шығарған кезде 0,35 литр. Литр болғандықтан асты не жазамыз? Қалып жағдай жазамыз. Қалып жағдай деп тұр. Айтып жатыр, катодта бөлінген мыстың массасы. Яғни мына мыстың массасы сұралды бізге. Сонымен асты 128, байлардың массасы 64, 2 бітеміз 128 болады. Енді мына жерде есепке шығарамыз. Есептеп шығарған кезде бізде қандай заттар шығады? Рик. Пропорциямен шығарамыз мына жерде. Соны калькуляторға салатын болсақ 0,35 көбейтеміз 128 бөлеміз 22 тұр, сонда 2 шығады. Жауабы 2 екен. Жауабы 2 шығады екен. Меніңше түптер қиын емес сияқты. Ерітіндісінің электролизі кезінде катодта тек сутегі түзетін тұз дейді. Катодта тек сутегі түзетін тұз дейді. Енді жерде қарайтын болсаңдар, бұл жерде сіздер білесіздер, катодта мысалы қайсында сутегі түзеді, соны қарап шығайық. Мына жерде тұз ерітіндісі деп тұр. Мына жақты қараймыз. Қайсында катодта сутегі бөлінген, сол не болады жауабы. Енді мына жерде қарайтын болсаңдар, мынау 2 мен 3-тің есінде, 2 мен 3-тің мәнінің ішінде ешқайсында не сутегі катод ретінде бөлінбеген, тек қана қайсында бөлінген. Мынау оттекті тұз болса, оттегінде тұз болса, оттексіз болған кезде осы жерлерде не болады деген. Литий мен магнийдің арасында болса, ол жерде міндетті түрде катодтан не шығады? Сутегі түзіледі екен. Яғни мына жерде қарайтын болсаңдар, мынау болмайды, значит қайсы болады? Мынау болады. Литий бізде бағанағы бірінші топта жатыр, біз бөлген бойынша. Кеттік ары қарай. 3 грамм заттың балқын массасына электролиздегенде анодтан мындай азот бөлінді. Бұл заттың массасы дейді. Балқын масын деп тұрғандықтан металл, азот бөлінгендіктен біз не боламыз? Міндетті түрде түсінікті зат, металл N болады. Металл шығады, және N2 деген зат шыққан. Мана хлор сияқты отыршы. Енді бұл жерде анодта несі берген бізде 0,6 литр. Асты 22-де 4 болады. 22-де 4. Ал мына жерде жоғарыдағысы 7-де 3.
Асты не x болады. Асты x болады. Себебі біз малярлық массасын оны білмейміз. Көрейік, мына жерде сонымен жерді де 3-ті бөлеміз, көбейтеміз 22-де 4-ке, бөлеміз 0,56-ға. 292 шығар екен. 292-ден азайтамыз. Ал азайтамыз, мына жерде біз нені? 14 азайтамыз осыны. 14 азайтайық. 200 қаншайын? 7-де 3-ті көбейтеміз 22-де 4-ке, бөлеміз 0,56-ға. 292. 292-ден 14 азайтсаң 278. 278 деген элемент бар ма? Соны қарау керек енді бұл жерде период кестесін ашып. Период кестесін ашып қарайық. Екі 78-ден тағы да ұмытып алып бастайық. Мынандай болады, сонымен 3-ке бөлейік. 3-ке 88. 88 деген, осы неге сәйкес келеді деген. Стронцийдің массасына қарасаңдар 87-де 6 деп тұр. Сондай стронций болады екен. Сонымен кальций фторидінің балқымасының электролиздегенде шығымы 80% болатын фтордың массасы. Кальций фторидінің балқымасы дегенде біз қай жағымен шығаймыз? Балқымасы кальций фториді. Балқыма дегенде мына жақтан шығамыз. Оттегі жоқ, оттегі жоқ. Мына жақтан шығамыз. Сонымен не шығады? Кальций фторика шығады. Кальций плюс фторика деген зат шығады сонымен. Мына жердегі массасы 39, асты 19 деп көбейтесің 38, 38 қоссаң 78 болады. Фтордың массасы асты не 38. Асты 38. Сонымен көбейтейік аралай. 38-ді көбейтеміз 39-ға, бөлеміз 78-ге. Жауабы 19 шығар. Жауабы 19. Жалпы осындай есептер түкте қиын емес. Жаңағы
мен шығарған осы кестені қолдансаңдар, осы кестені мен салып қоямын. Сол кестеге қарап шығарсаңыздар болады. Өте қиын емес. Егер де есептер шықпай жатса, электролизге байланысты сол есепті қиын да шығарамыз. Айтпақшы, мына берген есеп 80% деп тұр, 19. 80% мынау 19 шықты. Ары қарай қалай істейміз? Ары қарай 80%-ін сұрап тұрғандықтан не істейміз? Бөлеміз. 80% өнім болған деп тұр ғой, 18-ді 19-ды көбейтеміз, қаншаға? 0,8. 15-те 2 жауабы бар. Сонымен қайсысы болады? Жауабы бізде А жауабы болады деген. Себебі мына жақта 19 шығады. 19-ның біздің 100%-іміз ба? Ол теориялық па? 80% болады. Сонымен жауабы қайсы болады? А жауабы болады. Сонымен сіздерге мына осы кестені пайдалану арқылы сіздер істесеңіздер болады. Осыны қолдансаңыздар болады. Осы тест осымен шығарсаңыздар болады. Жақсы, сонымен сәттілік. Егер де қандай бір электролизге байланысты есептер шықпай жатса, хабарласыңыздар, міндетті түрде оны шығаратын боламыз. Жаңа менде телефонның заряды өшіп қалды. Сонымен қоса алмай қалдық. Қазір мен электролизді қайтадан басынан бастап түсіндіремін. Сол бойынша сұрақтарыңызды қоясыздар. И бүгін біз электролизді аяқтайтын боламыз.